4-ші сынып қазақ тілі пәнінен мамандықтар әлемі бөліміне көрнекілік дайындалды. Бұл жерде жекеше көпше түрдегі қапшықтарға асықтарды салып шығу қажет. Жіктік жалғауы. Келесі тақырып бізде тәуелдік жалғауына арналған жекеше көпше түрде осы араларды балмен байланыстыру қажет. Келесі ғалы келі қалы тақырыбына арналған ереже бар. Сол осы мысалмен бала сәйкестендіріп бұнда жазып шығу керек. Одан кейін осы печеньяларды өздерінің баночкаларына салып шығу қажет. Айтады, жүреді. Келесі мұнда осы кольцоны причепкамен переводын жабыстырып шығу қажет. Келесі осындай шкафқа липучкамен жабыстырып шығу қажет. Қазақша шапка қалай болады, шарф қазақша қалай, етік барлығын қазақ тілінде, орыс тілінде жаңа сөз сұрағанда қолдануға болады. Одан кейін шаштараз тақырыбына дәл осылай тарақ липучкамен жабыстырылып переводы айтылады. ып тақырыбына арналған ереже бар. Осындай кубикті жасап бала айту қажет. Велосипед айдап барады, немесе билеп жатыр деген сияқты. Келесі оның қызметі темірден бұйым жасау. Кімнің қызметі ол? Оқушы осы жерге жазып шығу қажет. Және осындай пазл мен бен көмекші септікке арналған көмектес септігіне сусабын мен екеуін байланыстыру қажет. Мына жерде барлығын қиып аласыздар. Топтық жұмысқа өте жақсы.